Жақсылықтың сыйлығы тек жақсылық қана. Ерте бір заманда жасы ұлғайған кейуана болыпты. Оның 3 баласы бар еді. Уақыт өтіп балалары ер жетіп, үшеуі де шаңырақ көтереді. Бір күні кейуана сый сияпатын алып үлкен ұлының үйіне қонаққа барады, және онда біршама уақыт қалуды сұрайды. Содан ертесіне таң атып, енесі келіннен дәрет алу үшін су алып келуін өтінеді. Кейуана дәретін жаңартып, таң намазын оқып алады. Содан кейін әлгі дәрет суды өзі жатқан төсекке төгіп қояды әдейі. Сәл уақыттан кейін келіні енесіне таңғы шайын алып келгенде, енесі оған: "Қызым-ау, сен маған ренжіме. Түнде ұйықтап жатып бойымнан дәретім шығып кетіпті. Мына төсегің бүлініп қалды. Қарттық шақ қиын болады екен" дейді. Сонда келіні енесіне даусын көтеріп, бар жаман сөзін айтып, әлгі төсекті жуып шайып қоюын талап етеді. Кейуана іштей тынып, түк болмаған сыңай танытып, төсекті жуып шайып қояды да келініне көрсетеді. Еңсесі түскен бойда кейуана ертесіне ортанғы ұлының үйіне қонаққа барады. Бұл жолда енесі келінін сынамақшы болып, ол үйде де дәл солай әрекет жасайды. Сонда келіні енесіне даусын көтеріп, баласына шағымданады. Енесінің әрекетіне баласы да келіні де ренжулі болады. Содан таң атып кейуана кіші ұлының үйіне бет алады. Анасы ол үйде де үлкен ұлы мен ортанғы ұлының үйінде жасаған әрекетін қайталайды. Біршама уақыттан кейін келіні таңғы шай алып келгенде төсектің былғанғанын айтып баяндайды енесі. Сонда кіші келіні: "Ештеңе етпейді анашым, қарттық шақ осылай болады. Біз де бала кезімізде сіздердің үстеріңізді қанша рет бүлдіргенбіз" дей келе әлгі төсекті алып өз қолымен жуып шайып қояды. Келіннің мұндай жылы қатынасына қуанған енесі: "Қызым-ау, менің бірнеше жыл бойы жинаған ақшам бар еді. Бір кісіге сыйлық ретінде алтын әшекейлер алуым керек еді. Оның бойы мен дене бітімі сенікімен шамалас. Сондықтан сен маған өз қолың өлшемін берші" дейді. Содан кейуана базарға барады. Оның қолында қомақты ақшасы болады. Ақшасының барлығына көптеген алтын сатып алады. Ертесіне кейуана 3 ұлын келіндерімен бірге қара шаңыраққа шақырып, олардың бастарын қосады. Сол уақытта алған алтынның бәрін алдарына қояды да ұлдарының үйінде болған мән-жайдың барлығын баяндап береді. Сосын кейуана әлгі алтындарды алып кіші келініне сыйлайды. "Бұдан кейін мынау менің қызым болады. Қарттық уақытымды осы қызымның үйінде өткізгім келеді. Расында Аллах тағала қасиетті Құранда жақсылықтың сыйлығы тек жақсылық деген емес пе?" деп кіші келіннің маңдайынан сүйеді. Сонда үлкен екі келіннің түрлері сұрланып, ыңғайсыз жағдайда қалғандарын түсініп, қатты өкініп қалған екен.